Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен осындай өте нәзік, өте дәмді шығатын вупи пай тортының жасалу жолымен бөлісемін. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: жұмыртқамызды шағып алдым. Қант қажет болады. Ұнды електен өткізіп алдық. Шоколад қажет болады. Мен Қазақстан шоколадын алдым. Және де какао, қамыр қопсытқыш, сары май қажет болады. Ең алдымен шоколадымызға сары майымызды салып, су моншасында ерітіп аламыз. Ыстық суымыздың үстіне осылай қойып, ерігенше жақсылап араластырып, екеуін қосып ерітіп аламыз. Осылай еріді шоколадымыз. Енді шетке алып қоя тұрамыз. Азырақ су қажет. Жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Қантымызды жұмыртқамыздың үстіне 2-3 бөліп қосып, біздің массамыз 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің жұмыртқаларымыз бөлме температурасында болғаны дұрыс. Бөлме температурасында тұрған жұмыртқаларымыз осылай жақсы көпіріп ұлғаятын болады. Біздің масса осылай болуы қажет. Енді осының үстіне шоколадымыз бен сары майымызды құйып, миксердің ең аз жылдамдығында 1 минут қана жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Тортымызға қажетті заттардың бәрін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Одан артығын қоспаймыз. Жақсылап біріктіріп алдық. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Какаомызды қосамыз. Осы 3 массаны жақсылап біріктіріп араластырып алдық. Жұмыртқалы массамыздың үстіне 2 бөліп қосып, миксердің жай жылдамдығында 1 минуттай араластыратын боламыз. Біздің массаларымыз жақсылап бірігуі қажет. Ұнымызды 2 бөліп қосқанымыз дұрыс. Миксеріміздің жай жылдамдығында 1 минуттан араластырып аламыз. Біздің қамырымыз осылай дайын болды. Енді пергаментный бумагамызды дайындап аламыз. Мен 4 пергаментный бумага алдым. Бізде 4 корж шығуы қажет. Менде осындай форма бар. Осы форманың астын алып, пергаментный бумагамды үстіне қойып, біздің корждарымыздың формасын шығарып аламын. Сіздер қаламның көмегіменен сызып алсаңыздар да болады. Немесе осылай жасасаңыз да болады. Біз барлық пергаментный бумагамызды осылай жасап алдық. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, 4 корж шығаратын боламыз. Қасықтап бөлшеп құятын боламыз. Менде осы 4 коржға 4-4,5 қасықтан құйып бөліп алдым. Енді осы массамызды спатуланың көмегімен осылай жайып, тегістеп шығамыз. Қызып тұрған печкамызда осы корждарымызды 7-8 минуттай ұстап пісіретін боламыз. Біздің корждарымыз осылай пісіп шықты. Енді жақсылап суытып, пергаментный бумагамыздан босатып алатын боламыз. Корждарымыз біздің жақсылап суыған. Бәрін шығарып алдық осылай. Енді кремін жасайтын боламыз. Кремі үшін бізге творожный сыр қажет. Қант ұнтағы және де маскарпоне қосатын боламын. Маскарпоне қоссаңыз, сіздің креміңіз өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. 3 массамызды жақсылап біріктіріп, жұмсартып аламыз. Үстіне салқын сливкимізді құямыз, кілегейімізді. Жақсылап біріккенше және де қою крем шыққанша миксерлейтін боламыз.
осылай формасын ұстайтын бізде крем шығатын болады. Креміміз өте нәзік, осылай формасын жақсы ұстайды. Аударғанда түсіп кетпейді, мінекей, көріп тұрғандарыңыздай. Енді осы кремімізді біз кондитерлік қалташамызға салып аламыз. Пупипайға осындай насадка жарайды, барады. Біздің насадкамызды кондитерлік қалташамызға салып, тортымызды жинайтын боламыз. Торт жасағанда барлық қажетті заттарды ас үй таразысында өлшеп алған дұрыс. Тортты көз мөлшерінде жасауға болмайды. Сіздің торттарыңыз дұрыс шықпайтын болады. Сондықтан осы видеоның астына жазып қалдырған өлшемменен ғана жасаған дұрыс. Кремімізді осылай салып алдық. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Пупипайдың корждарын осылай астын үстіне қаратып қойып аламыз, жайғастырып. Енді кремімізді осылай жиегіне жақындатып, шариктар шығарып, жайғастырып құйып шығамыз. Видеода көрсетілгендей шариктар жасап, әдемілеп жайғастырып шығатын боламыз. Ортасына да крем салатын боламыз. Үстіне енді екінші коржымызды қоямыз, жайғастырып, кішкене үстінен басатын боламыз. Сонда кремдеріміз жақсы жайғасады және шариктарымыз әдемі болып көрініп тұратын болады. Барлық 4 коржымызды да осылай шариктарын шығарып, ортасына кремін құйып, үстіне келесі корждарымызды қойып, 4 коржымызды да осылай жасап шығамыз. Соңғы коржымызды қойған сәтте бетіне қалған кремімізді жағатын боламыз. Сонда біздің шоколадтарымыз тегіс әдемі болып құйылатын болады. Енді үстіне шоколадты ганашымызды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сливкимізді жақсылап қыздырып алуымыз қажет. Қайнатпаймыз, тек қыздырып аламыз. Қызған сливкиміздің үстіне осылай шоколадтарымызды салып, жақсылап ерітіп аламыз. Жақсылап еріткен шоколадтарымызды бір 5 минуттай суытып аламыз. Және де тортымыз холодильникте тұрған тоңазытқышта, соның үстіне әдемілеп құйып жағатын боламыз. Тортымыз дайын. Үстіне қазір ганашымызды құямыз. Ганашымызды осылай құйып, жақсылап тегістеп шығамыз. Осы торттарымыз тоңазытқышта холодильникте 5-6 сағатқа немесе 1 түнге тұруы қажет. Біздің кремдеріміз коржға сіңіп, өте нәзік, әдемі болып шығуы үшін. Шоколадтарымызды осылай құйып алдық. Жақсылап тегістейміз. Және де қалған шоколадтарымызды осылай үстіне құямыз. Осылай 2 бөліп құйсаңыздар, сіздің шоколадтарыңыз тегіс, өте әдемі болып шығады. Әсемдеуіңіз өз қалауларыңыз бойынша. Мен осындай жеміс жидектермен әсемдейтін боламын. Және де осы тортымызды мен 1 түнге тоңазытқышта холодильнигімізде қалдыратын боламын. Мінекей біздің тортымыз енді дайын. Қазір кесіп көретін боламыз. Өте жұмсақ, өте нәзік. Менің үйде туылған күн қонақ келгенде әрдайым жасайтын тортым. Өте дәмді шығады. Ортасында кремдері де әдемі болып, өте тегіс жағылған. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Астарың дәмді болсын.